Сәлем қыздар, бүгінгі видеода біз осындай жұмсақ, өте дәмді болып шығатын булочки жасайтын боламыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді шығады. Осы видеоның соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Менің YouTube арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Ендеше кеттік. Ең алдымен 250 мл жылы сүтімізге 100 грамм сахар, 2 чайный ложка көлемінде дрожжи салып, жақсылап араластырамыз. Және осы жылы болып тұрған кезде 100 грамм сары май және 1 жұмыртқа және де 500-600 граммдай ұнымызды салып, осыдан жұмсақ қамыр илейміз. Осы қамырымызды жылы жерге 1-2 сағатқа қалдырамыз. Және де ол көтерілгеннен кейін осылай бөліктерге бөліп аламыз да, оларды домалатып, тағы да жылы жерге 20 минуттай қоямыз. Қойғаннан кейін өздеріңізге ұнаған формаға келтіріп жасасаңыздар болады, немесе видеода көрсетілгендей жасасаңыздар болады. Барлығын жасап болғаннан кейін бетіне жұмыртқа жағып күнжет себеміз. Және осыны 200 градуста 25 минут аралығында пісіреміз. Өте дәмді, өте жұмсақ болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Және менің YouTube, Instagram арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Ол жерде өте қызықтар көп болады. Осымен видеомыз аяқталды. Сау болыңыздар.